Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбеден дайындалатын өте дәмді печеньенің рецептісімен бөлісемін. Алдымен қамыр илеп аламыз. Ол үшін сүзбеге жұмсақ сары май, ванилин, қаймақ, бір жұмыртқа қосып, шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қопсытқыш, шым-шым тұз, ұн қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспауы керек. Қамырды салафанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа тынығуға қойып қоямыз. Содан кейін жұмыс орнына ұн себіп, қамырды қалыңдығы 3-5 мм етіп жаямыз. Дөңгелектерге кесіп алып, оны қантқа аунатып, қантты жағын ішке қарай бүктеп, тағы да қантқа аунатып, пергамент қағазы төселген противеньге печеньеларымызды орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ, еш қиындықсыз сүзбеден дайындалатын өте пайдалы печеньеларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.